Ғалымдар өздеріне дейінгі ғалымдардың еңбектеріне арқа сүйеп жаңа алға ашады. Бірінің иығында бірі тұрғанын мойындайды және жасырмай көрсетеді. Осылай ғылым жасалады. Діндер өздеріне дейінгі көне діндердің догмалары мен канондарын ұрлап, ассорти жасап, жергілікті фольклордан қосып симбиоз қылып жасалынады және қай діннен қай атрибутика мен ритуалды алғанын жасырады, мойындамайды. Керісінше қоқсықтармен атқылап, үкімі жойылған, бұрмаланған, адасқан деген сияқты күйе жағып, іске алғысыз қылады. Осылай дін жасалады. Қайсысы әділ?